Барлығына сәлем достар, бүгін сіздермен супер кеңес каналы. Бүгінгі видеода сіздермен ең көп актуальны тақырыптардың бірі ол память тазалау туралы. Осы видеода сіздермен ең құпия жолмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видеода сіздерге өте пайдалы память тазалаудың ең керемет тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, видеоға лайк басып, және де комментарияға неге память тазалағаныңызды жаза кетіңіздер. Және де қай қаладансыз, сонда жаза кетіңіз, себебі мен үшін ол өте маңызды. Және де супер кеңес каналымен дос болып, супер кеңес каналындағы кеңестерді қолданып пайдаңызға жаратыңыз. Енді память тазалаудың ең құпия жолы қандай екендігі туралы бүгінгі видеода айтатын боламын. Ең алдымен Samsung телефондарында біз Google Play, яғни Play Marketке қосымша жүктеу үшін кіреміз. Енді память жоқ, қосымшаны қалай тазалаймыз деген жандар үшін менің өткенгі видеомды көріп, солай кішкентай памятіңізді тазалап алсаңыз болғаны, Total Commander деген қосымшаны жүктеп алып, проблемаңызды решеттете аласыз. Енді батырманы басамыз, памятімізді чуть-чуть тазалап алғаннан кейін, чуть-чуть тазалау үшін координадағы керек емес дүниелерді де телефонның арқылы өшіре аласыз. Ал Total Commander арқылы сізге вообще қай жерде жатқан дүниеңіздің не алып жатқанын білмейтін нәрселерді осы Total Commander арқылы өшіруімізге болады. Енді осыны установка көрдіңіздер ме, кішкентай ғана память алатын болғандықтан тез жүктелді. Енді біз открыть дегенді басамыз. Открыть дегенді басқаннан кейін біздерде принимаю деген осылай шығады. Яғни сіз бұған кіруге рұқсат, яғни мен осы қосымшаны қолдануға болады деген сияқты рұқсат беріп жатырсыз. Және де память устройство деген бөлімге кіреміз, және де осы жерде оқисыздар, в общем, сіздің дүниелеріңізді өшіреміз деген сияқты нелерді айтады, ережелерді. Окей деген батырманы басамыз, және де одан кейін мына жерде разрешение бересіздер осы қосымшаға, және де одан кейін біздің келесі жұмысымыз Android деген папканы іздейміз. Android деген папканы іздегеннен кейін бізде дата деген бөлім шығып тұрады. Осыны дата деген кіретін болса, мои приложения дегенге кіреміз, және де одан кейін мына жерде да деген батырманы басамыз, және де бізде использовать ету папку, яғни сіздерде керек емес дүниелерді қолдануға рұқсат беріп жатырсыздар. Және де разрешить деген батырманы басамыз, және де одан кейін біз төбеде тұрған поискқа жазатын боламыз. Дәл мен сияқты жазасыздар. Қазір дәл осылай жазасыздар, және де одан кейін поиск деген батырманы басамыз. Сізге керек емес дүниелердің барлығы осы жерге жинақталады. Мен 5 минут бұрын ғана жинақтап алдым, соның өзінде өшіріп алған болатымын, соның өзінде 35 файл тазаланып жатыр, табылып жатыр. Және де одан кейін сіздерде бұдан да көп шығуы мүмкін. Және де мына жерде тұрған астана тұрған галочканы басамыз. Окей деген бөлімді басып, мына жерде выделить деген бөлімді басамыз, сосын удалить все деген басамыз. Сол кезде сіздерде барлық керек емес, сізге ешқандай керек емес дүниелердің барлығы өшірілетін болады. Осыны точно міндетті түрде қолданыңыздар, себебі бұл қосымшаның қазір барлығы қолданады, және де осы арқылы сізге ешқандай керек емес дүниелердің барлығын осы қосымша арқылы өшіре аласыздар. Видеоны лайк басып, әрине каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Супер кеңес каналымен супер кеңестерді қолданып өзіңіздің пайдаңызға асырыңыз.